Кешіріңіздер, Константин аты менікі, шығармам аты башқанық болып қалды. Тоқтоғұлдың арманы Обаны Кенжебек Рахманбердиевтікі. 1938 жылғы Тоғылақ Молданың қалтырған малыматына қарағанда Тоқтоғұл Сайдали ұлы Оштың Баткен тарауынан болғаны менен өмірінің көпшілік бөлігі Самарқанға жақын Қожайылға, Амир Темірдің айында, тағырақ айтқанда азырғы Бұжын айында көрек өткен. Анткені Тоқтоғұлдың сүйгені айтылы уақытында сұлу ошо Бұжын айында болған. Ал мезгілдегі сұлу қыз келіндер Амир Темірден ақ чүмез екен. Ойға жеткен Ақмырза сұлудағы Амир Темірге шығу қарағасыз болады. Бұл сөзді ұққанда Тоқтоғұл ашусына келіп, кермен баштап Бұжынға барады. Ақсақ Амирің күшті болса, жанымды аларың бар. Бирок мен жалынбаймын, тағдырға таранбаймын. Өлтірсең өлерім бар, өлбөчүн өмірім бар. Астырсаң денем қалар, ырларым оттой жанар. Жақынға салам айтам, жашоодон кабар айтам. Дос көрсөм сырым айтам, жаңшаған ырым айтам. Өлгөнгө көңүл айтам, тирүүгө өмүр айтам. Мен дагы дүйнө салып, өмүрдөн бир күн кайтам. Жымыңдап жылдыз көктө, зынданда жатсам көрө, көк менен булут өтсө, кошулуп кетким келет. Кыйырсыз чексиз алам, тар болуп калганым көп. Ырчыган ушуларыма, ырчыган ушуларыма. Кырдашы бусу болуп, ыйласам ыйлап барам. Гүлгө окшоп турсам солуп,